Жақсы вақалар ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Ленуза Бурсейтова чалышам. Қайырлы ақшамлар. Санкт-Петербург шәрінде халықара иқтисади форум açılды. Бұл бизнес әлемінде esas ерлі вақайлардан бірідір. Адетінше тедбірде әмде Қырым айеті иштирак етті. Олар ярмада 7 ел девамында Русиялі насыл денішкенini көстережек. Амма Русиялі әмде четел инвесторлары үшін ең күчлі магнит бұл чешіт аңлашмалар имзаламақ имканларыдыр. Форум программасының esas мевзусы бұл постпандемия шарайтында иқтисадиеттір. Қырым Жұмхурияты Петербург халқара иқтисади форумының мейданларында ерлі ве четел муэссиселерінен ондан зияде анлашма имзаламаға планлаштыра. О июнның 5-нече девам етечек. Esas мевзу пандемиядан соңки яшайыштыр. Русия бөле тәжірибенен пайлашмаға азыр. Мы же не первый год представлены на этой. Біз бұл форумда енді бір качкере иштирак еттік. Бізде пек чоқ инвестор бар. Олар енді муафақиет еле өз лейхаларны Қырымда әмелге кечірділер. Ve bu bizim müsbet aktivimiz. Esas vazife bu investorlar bürokratik ve infrastruktur meselelerge rast gelmemezligidir. Cumhuriyet yolbaşçısını bekleyemiz. Yarın investitsion ve regionara anlaşmalarının imzalanışı beklenili. Форум дүнияже белі ел вақиядыр. Бұны иштиракчы әйетлерінің сайысы таздықлай. Ән бұйық әйет Америка Қошма Штатларыны тақдим ете. Ковидтен соңки деверде географик иқтисадиетінің йөнеліші тамам субъект иштиракчылерінің ішіне бағлы. Әмде иш адамлары келер ақында ұнытмайлар. Қырым туризм ве құрыжылық саларында шериклеріні қыдыра. Мы будем подписывать ряд соглашений. Біз бір sıra аңлашмалар имзалайжамыз ve tek investitsion дегіл. Үшбірлік ақта аңлашмаларда olacak, memorandumlarda olacak. Yani biz karar aldık, invest proyekt olacak ama konkret şeyler üzerinde hala da iş alıp barıla. Форумның бұйық программасы Қырым әйеті үшін бір sıra анлашмалар имзалануы имканларыны ача. Назирлер шурасы Коми Жұмхуриетінен берабер илим, медениет ве иқтисадиет сааларыны инкишаф еттережек. Анлашмалар әнді Ханты-Мансийск мұхтар бөлгесі, Тамбов вилайеті, Якутия, Чувашия Жұмхуриетінен тізілді. Одной из главных тем для этого форума, для себя лично вижу, это... Форумның ең мұйым мевзуларындан бірі, шақсен мен үшін бұл Хуснулинның нақлият қарқасы бойынша чықышыдыр. Яқын вақытта бізні беклеген реновация үшін қанунлар музакере етілежек. Мескен құрыжылығы сасында да анлашмалар имзаланacak. Бұл Сақ районы ве Буюк Ялта. Петербург форумында Қырымға мұнасебет айры. Ән яш субъекте қысқа мүдетте чоқтан чоқ инвест лейхалар әмелге кечірілді. Олардан ән яқшылары Қырғдане. Олар эпосы бұйық интерактив экспозицияға бірлештірілді. Оның мевзусы Русия иле бірлешімнің 7 елығыдыр. На выставке представлен. Сергіде Қырым Жұмхуриетінің инвестицион имканлары регионымыз ақында малумат тақдим етілді. Бұл ерде біздің ажайып регионымыздың дүлберлігі ақында тариф етеміз. Насыл лейхалар енді әмелге кечірілгені ақында. Бұл ерде біздің истемалжыларымыздың енді лейхалары бойынша çalışқан инвесторларының мақсулаты тақдим етілген. Бұл әмде эфир яғлы өсімліклер шарап сықылуф мақсулатыдыр. Санкт-Петербург шәрінде иқтисади форум июнның 4-не қадар девам етежек. Тедбірде 5000-ге яқын адам иштирак етежек. Қырым әйетінің ребері Жұмхуриетіміздің елбасшысы Сергей Аксенов oldu. Акиме Седеметова, Тарас Брезицкий, Милет Ичун. Тарихте ilk sefer Таврида арт сағлық имканлары сынырлы олған яш ижадкарларны қабул еті. Судақ янындаки Капсель Корфезінде біз бераберміз адлы смена башланды. Мемлекетіміздің чешет регионларындан иштиракчилер топланды. Олар үшін мастер-класслар ве медениет ве санат саларында сессиялар тешкіл етілді. Біз бүгін бірінші тәдбірде бұлындық ве пек бегендік. Мутехасыслар чалыша ве елбетте бір талай дуйғулар алдық. İlk sefer kreatif iqtisadiyet boyunca liderler mektebi çalışa 5 gün devamında çeşit ekspertler kıymetli belgelerinin paylaşacak. Таврида bu unikal art fezadır. Bu büyük federal tarih ve bu endi tek yaşlar degilde karışık bir şeydir. 230 binden ziyade Kırım sakini koronavirustan aşı yaptırdılar. Eki sançını 170 bin adam aldı. Bu haqda COVID-19'ga karşı turuv briefinginde Cumhuriyetinin sağlık saqlaf naziri Aleksandr Astapенко haber etti. O qoştu ki Cumhuriyette qoşma olarak 7 aşlama noktası açıldı. Bizde şimdi vaksinasiya etiluvinin tezligi boyunca göstergichler bir qarar.
Кырым Русия Федерациясы боюнча лидер олмасыны пек истейм. Хатырлатмага истейм, бызым эпсы Русиялы ашыламаларымыз шымды семерелі. Бу амелиятта сыналды, истесна yok. Keçken sutка devamında koronavirustan 117 adam tedavilendi, 99 adamda COVID tasdiqlandı. Bu haqda o'zining ijtimoiy yag'larındaki sayfelerinde Qrim yolboshchisi Sergey Aksyonov haber etdi. Pandemiya başlangandan beri Qrimda bu hastalık 43,5 bingden ziyade adamda tapıldı. Yaxşı olganlarning sayısı 40,5 bingden aştı. Bir sutkada 6 adam vefat etdi, episi olup koronavirustan 1364 adam oldu. Epidemiyaga qarşı alıp barılgan tedbirler devam ete, Cumhuriyetimizde maska rejimi saklanılıp kala. En mühim şeyler hakkında yengil ve anlayışlı şekilde. Yangıncılar estafetasını keçuvde yardım etmek, gраждан mudafası boyunca belgelerini teşkirmek ve birinci tıbbi yardım gösteriluvini öğretmek. Sağlık cihetten imkanları sınırlı olgan bala ve osmurlar için rehabilitasyon merkezde hafsızlık mektebini açtılar. Bu haqda bizim nebette kalefhamız. Қазай құртарыжы қызметінің қадимлері бүгін үшке кейініп, қошанып келділер. Оларының вазифелері балаларға өз зинатының сырлары ақында тариф етмектір. Табики, біз оларнен лаф еткен мевзулар бірінші невбетте бізні құртаржылар оларақ көстере. Ағыр экстремаль алларда не yapmak керек? Кімге мұражаат етмек, венасыл етіп оларнен берабер әрекет етмек мүмкінлігіні аңлатамыз. Мұйым білгелер ойын шәкілде беріле келечекте бұл ал әжілі вазиетте бірден қарар алмаға ярдым етер. Хавсызлық қайделері ақында анлайышлы тілінен тариф етелер. Москвада 1994 сенесі хавсызлық мектебі яратылуының темелені Русия мудафа назирі Сергей Шойгу яратқаныды. Вақыттан берлі бөліклеріні мемлекетінің аман-аман әрбір көшесінде açtılar. Кабинетте чешет дидактик малземелер бар. Şimdi biz mında sizge hafsızlık memleketi degen oyunun elementlerini taqdim etemiz. Oyun 5'ten 12 yaşkaca balalar için uydurulgan edi. Ve en esası bu oyunha mına boyli bilgi attırgan kartochkalar berile, olarının seviyesi çeşit. Böyle etip balalarını doğru fikir yürsetmege, vaziyetini seçmege ve onu doğru çözmege öğreteler. Елена Демина bu tedbirge oğlunu alıp geldi. Onun fikrince böyle bilgileri her bir kişiye gerek. Pek beğendik. Bu gerek yardım elbet. Çünkü kimer şeylerini hatta yüz bilmeydik. Bu balalar ayrıca inkişaf etkenleri için her bir balağa ayrıca yanaşmak gerek. Hafsızlık mektebi açılımının gayesini hem ana babalar hem de rehabilitasyon merkezinin xadimleri kol tuttular. Bu balalar için bu şeyler ayrıca mühim. Çünkü onlar fevkalade vaziyetlerge ayrıca yanaşalar. Onlar yangınlar vakitinde juyulalar, saklanalar. Onun için onlarga böyle doğru hareketlerini öğrenmek, treningler geçirmek gerek. Hem de tek balalarla değil de onların ana babalarıyla da çalışmak gerek. Büyükler balalarını her yerde ve her vakit kontrol etip olamaylar. Mektep onlarını acili vaziyetlerde doğru çareler bakmağa öğretti. Sefi Şukurova, Davut Çekhalov, Sait Vililayev, Millet için. Grif ve beyaz başlı sip kuşlarını aşıtmak için 3 tonna et. Bu Kırım ve Rusya Federasyasının Kızıl kitaplarına kırsetilgen sirek rast kelgen kuşlardır. Yırtıcı kuşlarını muhbirimiz Akime Sidametova kordu. Yırtıcı kuşlar hakkında aytkanda kösөгүндө birden qallı manzaralar canlana. Bunun sebebi çok şeylerge bağlı. Seyrek kuşlar için dağlarda ziyafet hazırdılar. Kara grifler ve beyaz başlı sip kuşları ölü hayvanlarını aşaylar. Bu dilber kuşlar Kızıl kitapka kırsetildi. Hayvan etini aşamaktan evvel akıllı yırtıcılar vaziyetini öğreneler. Eğer yakın yerli adamlar ya da hayvanlar olsa, olar teritoriya boşamahanca beklep duralar. Bu kuşlar özlerine aş tapmak ile kıynalalar. Suni ganimet popülasyonu saklap kalmağa yardım ete. Biz olarını et mahsulatının aşatamız. Bu şeylerini biz et kombinatlarından satın alamız. Bu et mahsulatlarının kalıntıları, olar bereketlerge destelene, buzlandırıla ve son biz olarının partiyalarının alamız. Babuhan Yayla platosu. Deniz seviyesinden 1200 metr yükseklikte. Kızıl kitapka көрсөтүлген kuşlarını aşatmak için ormancılık hocalığının hadimlerine ahır yolunu geçmege gerek ola. Kuşlarını sayıp çıkmak için fotolavuşkalar degen şeyler yerleştirile. Mütehassislar olarını koruylar ve böyle kuşlarının sayısı artmasını maksat koyalar. Kuşlar şimdi et kokusuna alışarlar. Onu sezerler ve 1,5-2 saat içinde olar mında toplanalar. Olar bu etlerini aşakanlarını görmek ve
фото чекмек мүмкін olur. Программа 2016 seneden beri çalışa. Bu endi yıl devamında ikinci ziyafettir. Senenin sonuna tabiat nazirliginde da 12 boyleçi kış planlaştırıldı. Mütehassıslar aytkanlarına göre, bugün gref ve sip kuşlarının sayısı eksilüvi görünmey. Aksine bu rakamlar stabil şekilde arta. Akime Sedemetova, Akim Bekirov, Millet için aluştu. Sanat aleminde ilk adımlar Кезлевде «Золотой ключик» adlı Yaş Seyirciler Teatrında Незнайка учится, yani Незнайка okuyor adlı spektaklinin premyerası geçti. Sanalaştırma Artishok-Mladший adlı aktörler gruppasının ilk işi oldu. İcadi balalıkka dalganlar arasında Sabina Deniyeva. Алчах бойлю, кенмавы шляпа, канарья штанлар, кырмызы кольмек ве ешил галстук. Эркезге таныш хараман Незнайка. Кезлевде «Золотой ключик» адлы бала театрында спектакльнын премьерасы кече. Башы рольны Кирилл Бондарев ижра эте. Бүгін о спектакльде башындан бір шей білмей, соңра өгренмек кереклігіні аңлай. Я сен өзің насыл дейсің, Незнайка музбет яда менфи харамандыр. Менің фікрімже зиядеже музбеттір, чүнки о ер вақыт чапқаламаға, ойнамаға севе. Seyirciler үгінде да бір мойым қарман пейда ола. Пилюлька. Чечеклер шерінде кеніш профиль экімі. О, йод ве касторканы ен яқшы иләжлардыр, деп сая. Пилюлька осерт, амма сeyircilerге көстермек керек ки пилюлька кемердейім кованчылы ола. Бұл мисал оларақ, бір сюрприз олур, ве әркес кована, тек қызлар да келді, жедді шахыслар да кована білелер. Саналаштырма Artishok-Mladший адлы актерлар группасының ilk işi oldu. Олар «Золотой ключик» театріне тек бір ел эвелсі келділер. Шымды ise енді санада өз ирешмелеріні нумайыш етелер. Бұл актерлардың яшы 6-дан 9 яш хажы. Бұл санат әлемінде олардың ilk адымларыдыр. Сонке 2 hafta олар еркун бір қач сатлық репетициялар кечірділер. Бұл спектакльнің esas фікірі бойлы әр бірішіні өгренмек керек. Незнайка ise бір шей yapmayıp әр шейге ірішмеге істеді. Оның үшін спектакль тек санада çalışkan актерлар үшін де келді. Bizim яш seyircilerimiz үшін де пек мұйымдыр. Олар да аңламақ кереклер. Бір шейге ірішмек үшін тырышмақ, çalışмақ керек. Спектакльнің премьер көстірілігі яш сeyirciler Devlet театрының 34-й туған күні арфесінде кечті. Бізде актерлық студияларына ве хореографик театрлеріне 500-ге яқын бала қатнай. Bizim яш зенадашларымыз. Санада балалармен çalışмақ бойынша bizim иш тәжірибеміз уникальдыр. Тек балалар ойнаған спектакльлер бар, тек büyükler іштирак еткен. Қарышық саналаштырмалар да бар. Бұндан ғайры театрның доған күні шерефіне Алла и Пугачев адлы земаневи комедияны көстерділер. Бұда бір премьер спектакльдір, ама енді büyükler үшін. Сабина Денеева, Асан Ибрагимов, Millet үшін. Кезлев. Біз әкімлер ақында рубрикамызны девам етеміз, оларның күнделік емегі бинглерже, миллионларже жанны құртармаға ярдым ете. Бала дүнияға келгенінен оның өмірінің бірінші күнлерінден кенжелерінің сағлығыны бейаз халатлар киген тылсымчылар қорчалайлар. Оларның көзлері мераметлі юзлерінде тебесум бойлелерден бірі Гүлсум Берберова. Мевзуны мұхберлеріміз девам ете. Бала экімі бұл месулиетлі ве ағыр зенааттар. Кічік хастаның қайсы ері ағыртқаныны аңламақтан evvel онен тіл тапмақ керек. Педиатр экім Гүлсум Берберова 34 елдан берлі бұсада çalışа. Баланы ағлатмайып ве қорқозмайып тибби бақовны кечірмек бұл ақықи ұсталық. 30 елдан зияды экім оларақ çalışқанынан берлі Гүлсум Берберова бала тіліні аңламақны өгренді. Она 5 яда 15 яш олса да. Қызчығым енді аман-аман түзелді, тезден мектепке баражақ. О бала сағлығының перісі әжелі ярдымның педиатр екімі. Емек юлына неонатолог екімі оларақ башлады. Өзбекистанның Чинас шеріндегі лұқсаханесінде яны доған баларының сағлығыны көзетті. Сон Қырымға авдет олды ве мұна енді Алуштаның меркези хастаханесінде балаларыны тедавилей. Менің бірінші хасталарым бұл яңы доған балалар. Әр күн мен 90 баланы бақам. Бұл хастаханеде ise мен әр ерде. Егер хабылханеге яраланған бала келсе, мен анда. Егер реанимация бөлігіне бала оғраса, анда. Инфекцион бөлікте де мен. Бала бөлігінде де. Бала олған ерде, әр ерде менім.
Мираметлі ве ғайретлі Гульсум Берберова ішінде чоқ ел давамында топлаган тәжірибесіні қоллана. Вазиетні бірден аңлай, қимет кесе диагнозны белгілей. Мадесі насыл? Бүгін саба ботқа ашады. Ясыз насыл ботқа бересіз? Самими білгілі месулиетлі ось ішіні білген ве жандан севген екім. Зинаддашлары қараманымыз аққында бойле сөзлер айталар. Біз онен сменада олсақ, бұ докторнен рат-рат çalışмақ мүмкін. Бала қайсы ері ағыртқаныны айтып оламай. Бұның үшін диагнозны доғры қоймақ үшін тәжірибелі олмақ керек. Ве о бұ ішіні яқшы бежере, оның атта айры усуларыны жоқ. Хастахане невбетчілігінде юзлерде юқусыз гедже ве беңлерде құртарылған бала. Бұйықтен бұйық ираде көчі бірден қарар алмақ ве ағыр вазиетлерден рухтан түшмемек қабілиеті бұ чізгілер Гульсум Бербероваға күчік хасталарының яшайышы үшін сонунаджи күрешмеге ярдым әте. Мына атта обырысы күн бөлі алылды. Танзиэлектомиядан сон қысчықны кетірелер. Бала 13 яшында. Қаны ақа, біз бөлі баларны қабыл етеміз. Қабыл ханеден башлап ярдым көстеріп башлаймыз. Соңра баланы хирургия бөлігіне қабыл еттік. Қан ақызылуыны тоқтаттық. Веттік бұндан сон санавиацияны чағырамыз вияқ мечетке. Ең бұйық таянчы ве қол тұттыв бұ қорантадыр іштен бұш вақыт Гульсум Берберова севімлі қары ве оч баланың анасыдыр. Ағырлықларға бақмадан бұзена атыны сечіп алғанына ичбір кере язықсынмады. Мен әлбет тағдырымнен мемнуным. Әршей бөле олғаны үшін шүкірлер олсын. Мен ось ерімді севімлі үшім бар. Балаларым да пек яқшы. Осы бұддылер. Ақайым да пек яқшы. Яшайышымда әршей бөле олғанына шүкірлер олсын. Оз ішіне ве балаларына севгі, омыр бойы темел олған шейлердір. Хасталарының ана бабалары она ярдым сорап мұраджат етелер. Жевап олара қысеті шекерлер білдірелер. Екім, әжіле ярдым педиатры Гульсум Берберова бұ ғайреттен рухланып яшай ве ішіні девам ете. Султания Сидакаева, Лилия Ислямова, Азиз Неметуллаев, Миллет үшін Алушта. Бүгінге бұйыпсы хаберлер миле телеканалдан айрылмаңыз, хайырлы ақшамлар.